Assalamu алейкум, қадірменді халайық. Басыңызға қиыншылықтар түсіп, әр түрлі қауіп-қатерлерден, қиыншылықтардан, қайғы-қасіреттерден құтылмай қойдыңыз ба? Ертең келешегім не болар екен? Өзімнің келешегім не болады? Бала-шағамның келешегі не болады? Алда-жалда ары беріп жүріп кетіп жатсам, менің перзенттерім кімге мұқтаж болады, не болады? Немесе мына жұмысымның келешегі не болады деп ойланып жатсыз ба? Ешқашан ойланбаңыз. Ол нәрселерге қайғырмаңыз. Неге? Өйткені Аллах субханаху ва тағала әрқашан сіз көріп біліп тұр. Аллах субханаху ва тағала сіз бен бізге ата-анамыздан да мейірбан. Аллах субханаху ва тағала бізге келешекке ең жақсы нәрсені, ең бір көркем нәрсені дайындап қойғанға кәміл сеніңіз және сол бағытта әрекет жасаңыз. Аллах субханаху ва тағала құлшылық қылып, инна Аллаха мa'ас сабирин дейді Алла тағала. Шын мәнінде Алла тағала сабыр етушілермен бірге дейді. Қайғы-қасіретке, қиыншылыққа сабыр етіңіз және содан шығатын жол іздеңіз. Алладан еш уақыт күдер үзбеңіз. Алла амандық